өткендердің барлығы арнайы курстарға жіберілді. Содан кейін барып арнайы 7-ші және 11-ші класстар аралығында лицей сыныптарын белгіледік. Сол сыныптар бойынша арнайы оқушылар арасында конкурс, тест, бақылау тесттері, соның қорытындысыменен оқушылар іріктеліп отырды. Оқушылардың саны 25 оқушыдан артпайтын ереже бекітілген, сол ереже бойынша жұмыс жасадық. Сонымен қатар мектептегі білім сапасы бұрынғыдан көп өзгерістерге ұшырады, яғни жақсылық жағына қарап. Мектепте алтын белгі, үздік аттестат алмаған жылдар болған емес оқушылардың. Оқушыларымыздың саны 1000-нан асып кеткен, 1200-ге дейін, 1400-ге дейін барған күндер болған. Солардың ішінде ешқандай алтын белгісіз, қызыл аттестатсыз жылдар болған емес. Алтын белгілердің саны 2009 жылдары 5 оқушымыз қорғап шыққан алтын белгіні. Сонымен қатар 3 оқушымыз сол жылдары үздік аттестатты қорғап шықты. Бұл деген ауданда үлкен көрсеткіш болды. Ол тек қана мектептің ғана көрсеткіші емес, ол бүкіл ауданның көрсеткішін өте жоғары көтеріп тастады. Сондықтан да біздің мектептің ұжымы ынтымақты, сонымен қатар ауыз бірлікпенен өздерінің жұмысына шын берілгендігімен көзге түсіп, 1-ші, 2-ші, 3-ші орыннан мен қызмет істеген жылдарда бір рет 4-ші орынға түскен емес. Оның барлығы бір ғана мектеп директорының іс әрекеті, соның еңбегі ғана емес. Ол бүкіл ұжымның еңбегі. Ол өздерінің сияқты оқушылардың еңбегі. Ол деген жалпы сөз жерде қатынасып жүрген тек работник болсын, басқа да қызметкерлердің барлығының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақпен жұмыс істегенінің арқасы деп түсінеміз. Ол кезде біздер уақытпен санасатында жағдай емес едік. Барлық мақсат мүддеміздің барлығы балаларға білім беру, балалардың білім дәрежесін көтеру, сонымен қатар мектеп оқушыларының, әсіресе өзіміздің оқушыларымыздың бір рет қателесіп қылмыстарға бару, тәртіп бұзу, қоғамдық орындарда өзіне үсте алмастан басқа да бір атақтарға ие болу сияқты мәселелер өте сақ болуға әрекет жасағанбыз. Мінекей сондықтан да жаңағы 1-ші, 2-ші, 3-ші орында тұрып қалуымыз әр жылдары олардың барлығы осы коллективтің, мұғалімдер, педагогикалық коллективтің, оқушылардың, сонымен бірге басқа да осы мектептің ішінде қызмет істейтін үлкенді кішілі қызметкерлердің барлығының еңбегі деп түсіну керек. Мінекей осындай біздің мектептің тарихы. Содан кейін мен зейнеткерлік жасқа келдім. Зейнеткерлік жасқа келгеннен кейін ар жағында тағы да 7-8 ай көлемінде тағы да жұмыс жасадым. Содан кейін барып демалысқа шықтым. Қазіргі кезде зейнеткермен жалпы аудандық білім саласы қызметкерлері ардагерлер кеңесінің төрағасына мені ұсынған. Біз осы қызметті 2019 жылдан бері атқарып келе жатырмыз. Мына өздерің отырған жұмыс бөлмесі, арнайы білім бөлімі осы жұмысты маған жүргізу үшін арнайы жұмыс жағдайын жасап берген. Менің жағдайым осындай қазіргі жағдайда. Сізге үлкен рахмет. Бізде жаңа айтып жатырсыз ғой, бізде жалпы орта мектеп болды. Бізді лицей мектепке айналдырғаныңыз үшін үлкен рахмет. Бай айтып отырсаңыз, сіздің еңбектеріңіз біздің мектепке көптеп сіңген. Жаңағы мұғалімдердің ұжымдығы, оқушылардың біліктілігі, жаңағы оқуға құштар болуы, ол сіздің арқаңыз деп білеміз. Осылай бізге мектепті өзгертуге көмектескеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Бізде қонақта болғаныңыз үшін рахмет, бізге сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Рысқұлов телеарнасы. Бір нәрсені қосып кету керек. Бұл жерде, кейін 40 қосылыңыздар. Ал ол кезде өздеріңіз білесіздер. Экономика факультетіне барамын, заң факультетіне барамын, заңгер боламын, қаржыгер боламын, болмасам летчик боламын, дәрігер боламын. Бірақ мұғалімдік мамандықты өте аз оқушылар таңдайтын. Дұрыс па? Ал енді сол біздің кезімізде мұғалімдік мамандықты көп оқушылар таңдап, дәл қазіргі кезде сіздерге сабақ беріп жүрген мұғалімдердің ішінен де біздің мектебіміздің түлектері жүр. Сол менің қызмет істеген, менің кейінгі, менің бұрынғы қызмет істеген
жаңа мектеп басшыларының қолында оқып, тәрбие білім алған оқушылар қазір сіздермен қоян қолтық жұмыс жасап жүр. Ал одан тысқары осы жерде Жұлдыз деген қызымыз бар. Ол да осы жердің аудандық білім бөлімінде әдіскер болып қызмет жасайды.